Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен осы Pinduoduo сайтынан осындай бір шолудан бастағым келіп тұр. Мінекей осы жерде скриншот жасап алсаңыздар болады. Қандай кнопка, қандай екен қазақша аударыммен өзіңізге қажет уақытта сол суреттен қарай саласыздар. Жалпы бұл видеода мен осы Pinduoduo сайтынан товарларды корзинаға добавлять етіп, бірнеше магазиннен әртүрлі товарға оплата қалай жасаймыз, сол туралы айтқым келіп тұр. Так, не жерде мен өзіме бір қажеттілеу товарды таңдап, соны корзинаға добавить етейін. Мінекей қазір шықсын бір товар, өзіме қажетті. И сол товарды, мінекей мына дойка, мінекей мына дойканың үстінен басып, мына жерде мен бұл дойканы корзинаға добавить еткен екенмін. Егер сіздер корзинаға добавить етпеген болсаңыз, жаңағындай ақ жүрек болады. Ал егер добавить еткен болсаңыз, корзина осындай қызыл жүрек болады. Мінекей осы жерде негізі товарларды оның алдында осы жерде қызыл кнопканы басу арқылы үстіп сатып алып жүрген болатынбыз негізі. Мына тұр ғой, соны басып товардың бірнеше түрін таңдаған болатынбыз. Енді басқаша жолы тағы бар. Ол через корзина арқылы. Мына жерде мына профильдің суретін бассаңыздар, сіздерде осындай, мінекей қазір көрсетем. Мінекей жоғары қарай көтерілсек, мінекей осындай пакеттіктің суреті тұрады. Осы үстен бассаңыздар, сіздің корзинаға добавить еткен, яғни қызыл жүрек қып басып қойған товарларыңыз шығады. Осы жерден өзіңізге қажетті товардың размерін, түсін таңдайсыз. Міне тұрған минус плюс арқылы. Мысалы, мынаның маған осындай размерлері керек. Үстіп, мысалы, мен оның алдында тағы нәскилерді добавить еткен болатынмын тоже. Егер осыған оплата жасайтын болсам, үстіп қызыл галочканы қойып қоясыздар. И так, мына жерде тағы қыздың двойкасы тұр. Егер мысалы осы товардың тағы бірнеше штугы керек болатын болса, минус плюсті басып, мысалы розовыйдың 140 размер керек. И үстіп қызылды басып арқылы үстіп белгілеп қоясыз. Ал егер мысалы осындай 140-тан тағы бірнеше штугы керек болса, 140 деп тұр, соның үстіне басасыздар да, мына жердегі 1, 2 деген сияқты. Мысалы 3 штук болса 3 штук, 2 штук болса 2 штук қоясыздар. Мінекей үстіп через корзина арқылы бірнеше магазиннен әртүрлі товарларға оплата жасасаңыздар болады. Мінекей мен өзіме қажетті товарларға белгілеп қойдым, қандай товарларды. Вообще мен 166 юань шықты, 12 юань скидка. Осы жерде қызыл сатып алу кнопканы бассаңыздар, мінекей сіз қандай товарға оплата жасайын деп жатсыз. Жоғары жақта адресі де шығып тұрады, қандай жерге доставка болатыны. Үстіп өзімізге қажетті заттарға бір жолата бірден оплата жасасақ болады. Тоже өте ыңғайлы. Мінекей екі аяқ киім. Шетел, мына жерде қызыл жүрекші тұр ғой, сол шетел картасы арқылы оплата жасау деп тұрады. Мінекей үстіп оплата жасай берсеңіздер болады товарларыңызға. Мына тұрған қызыл кнопканы басып, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай қандай размер, қандай түс барлығы жазылып тұр. Заказ бергенде осы жерлерді переводтап алсаңыздар болады. Скидка, купон барлығы осы жерде жазылып тұр. Мінекей қызыл кнопканы бастым, үстіп сіздерде шығады. 4 юань несі бар, комиссиясы бар. И осы оплата жасаған товарларыңызды сообщение ішіндегі қызыл жүректі басып, мінекей не жерде 166 юань, 171 юань комиссиясымен, жаңағы 3% комиссиясы бар ғой. Міне, қандай товарларға сіз оплата жасадыңыз, соның барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Pinduoduo сайтында товарларға оплата жасаудың тағы бір жолы осындай. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетті ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше барлықтарыңызға рахмет.